Кайрылуу таң. Бүгүн 16-17 желтоқсан күндері Заманбыздык интеллектуалды элиталар одагында кезекти ашык аймактык турнир басталууда. Турнир барысын биз менен бирге тамашалаңыздар. Келесі қонақтарымыздан турнир тууралуу ойлорун билсек, кайрылуу күн, саламатсыздарбы? Кандай клуб? Алматы қаласы радио электрондук және байланыс әскери инженерлик институтунун 4-курс. Дайындыктарыңыз кандай? Турнирге дайындык өтө тамаша. Күндеп болсун, кечеги жолдо жүрүп келатқан Алматы Ақтөбе поездинде болсун, барынча дайындалууга, сапалуу оюн көрсөтүүгө дайынбыз. Рахмет, турнирге сәттілік. Кайрылуу күн, саламатсыздарбы? Турнирге кош келиңиздер. Кандай клуб? Орал қаласы Рух пікірталас орталығы. Өздеріңіздің клубтарыңыз туралы шағын айтып өтсеңіз. Рух пікірталас орталығы жалпы 10 жылдан астам тарихы бар үлкен клуб. Талай жылдан бері осындай республикалық шараларға келіп, өз деңгейінде өнер көрсетіп, қазіргі таңда өздерінің мықты жасөспірімдерін дайындау үстінде. Жақсы, рахмет, турнирге сәттілік. Қонақжайлық ескиге теңесілген ағалдағы ақ кеме, ибалығы жүректі бұл өсерген мәне біздің Ақтөбе. Алтын күннің астында ойнап билеген Ақтөбенің гүл жұрты менді сүйгенім, қыздары бар. Менің жанымда Заманбыздык интеллектуалды элиталар одағының президенті, бүгінгі турнирдің бас төрешісі Ханиф Аманжол. Ағай, турнирге қойылатын ең басты критерий? Ең басты турнирге қойылатын критерий ол қатысушылардың тарапынан, яғни спикерлердің тарапынан ең керемет дайындық. Ең басты дайындық болатын болса, бізден сапалы әрі әділ төрешілік және басты критерий ол дайындық. Ай-яй-яй, Ақтөбе, мен сенің ұлыңмын, мен сенің ұлыңмын, мен сенің ұлыңмын. Мен сенің ұлыңмын, Ақтөбе ұлыңмын. Мен сенің ұлыңмын, Ақтөбе ұлыңмын, мен сенің ұлыңмын. Қазір іріктеу ойындары аяқталуда. Төрешілердің ойын барысындағы ойларын білсек, ойын қалай өтіп жатыр? Ойын өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Пікір сайысшылар өте жоғары деңгейде дайындалған. Пікір сайысшыларға тек зор сәттілік тілейміз. Алтын күннің астында ойнап билеген Ақтөбенің ел жұртын менде сүйгенім, қыздары бар назданып күлім қақ. Қазір менің жанымда бүгінгі турнирдің ең жас қатысушылары, ендеше қатысушылардан сұхбаттансақ, көңіл-күйлеріңіз қалай? Саламатсыздар, көңіл-күйлеріңіз жақсы. Қандай клуб? Алаш деп клубы. Турнирден не күтесіздер? Турнирден жақсы эмоция күтеміз және де жаңа опыт күтеміз. Турнирге дайындық. Қайырлы күн, бүгін бізде аймақтық турнирдің екінші күні. Қонақжайлық ескиге теңесілген ағалдағы ақ кеме, ибалығы жүректі бұл өсерген мәне біздің Ақтөбе. Алтын күннің астында ойнап билеген Ақтөбенің гүл жұрты менді сүйгенім, қыздары бар назданып күлім қағады, мейірім мен сысылым бізге сөйлеген. Ай-бай-бай, Ақтөбе, мен сенің жырыңмын. Ай-яй
дәл қазір бізде ашық аймақтық турнирде марапатталса бізбен бірге тамашалаңыздар. Ай 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 ақтөбе мен сенің ұлыңмын мен сенің ұлыңмын мен сенің ұлыңмын мен сенің ұлыңмын ақтөбе ұлыңмын мен сенің ұлыңмын ақтөбе ұлыңмын мен сенің ұлыңмын ай 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 ақтөбе мен сенің ұлыңмын мен сенің ұлыңмын Дәл қазір менің жанымда бүгінгі турнирдің бірінші орын иегері Шымкент қаласы Ақиқат пікірсайыс клубының мүшесі Темірхан мырза. Бүгінгі турнир қалай өтті және де турнир туралы өзіңіздің ойыңызды айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш баршаңызға. 2 күнге созылған ашық аймақтық пікірсайыс турнирі мен ойлағаннан да жоғары деңгейде өтті деп айта аламын. Бірінші кезекте әрине ол әділ төрешілік, екінші замандықтардың өзіндік креативке толы ұйымдастырушылығы, және үшінші осындай турнирді ұйымдастырған үшін барша замандықтарға және осы турнирдің керемет дәрежеде бәсекелестікпен өтуіне ықпал жасаған барлық келіп қатысқан қатысушы достарыма, пікірсайыста достарыма шын жүректен алғысымды білдіремін. Менің Ақтөбеге екінші келуім және менің осы пікірсайыстағы алғашқы кубогым және сол бір кубқа темірге құн бере алатын өзіміз. Әділ төрешілік және керемет турнир үшін рахмет замандықтарға. Сізге де рахмет. Алдағы уақытта сізге сәттілік тілейміз. Жанында Атамекен интеллектуалды пікірсайыс клубының мүшесі, бүгінгі турнирдің екінші орын иегері Ерзат мырза. Ерзат мырза, бүгінгі турнирге деген өзіңіздің ойыңызды айтып өтсеңіз. Бүгінгі турнир, осы турнир өте керемет деңгейде өтті. Ең алғашқы алғысымды мен Аманжол бауырыма айтқым келеді. Қазіргі турнирде басқарушы болып жүрген. Что бізді осы турнирге шақырып, бұл нәрсені әділ түрде жасап, ешқандай да саясатсыз, ешқандай да тартынсыз, бүкіл нәрсені әділ түрде жасаған үшін. Одан кейінгі алғысымды мен осы турнирдегі гидтерге айтқым келеді, өте ерекше айтқым келеді. Себебі қай аймаққа барсақ та бұндай условияны гидтер тарапынан біз көрмегенбіз. Дәл қазіргі гидтердің сіздер объектте қай уақытта шығасыздар, қай жерге барасыздар, сіздер үшін үйіңді барып қайту керек емес пе, сіздерге не керек деген осы бүкіл условияны жасап берген үшін өте үлкен алғыс. Рахмет, сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Бүгінгі турнирдің үшінші орын иегері, сізді орныңызды шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңізді бір-екі ауыз таныстырып кетсеңіз және де турнир туралы өз ойыңызды білдірсеңіз. Есімім Рахымжан Бот, Түркістан қаласынан, яғни яссауи дебат клубының қазіргі таңда төрағасы болып табыламын. Енді бұл ашық аймақтық турнир менің жалпы ірі турнирлардағы үшінші орын деген ең бірінші жетістігім деп айтсам да болады. Жалпы бұл бастамасы ғана деп ойлаймын, енді бұл соңы емес. Алдағы уақытта талай турнирлерде бірге сіздермен бірге қарсы ойнап жолығамыз деген ойдамыз. Турнир жайлы төрешілік әділ болып, гидтарға шынайы алғысымды білдіремін. Ұйымдастырушы жағы өте топ. Аймақтық емес, кәдімгі республикалық турнир ретінде ірі көлемде үлкен турнир жасап берген үшін шынымен алғысымды білдіремін. Рахмет көп, сіздерге алдағы уақытта сәттіліктер тілейміз. Бізбен бірге бүгінгі ашық аймақтық турнирдің ең үздік спикері, сіз өзіңіз таныстырып өтсеңіз және де бүгінгі турнир қалай өтті? Мен есімім Мұхаммедәлиұлы Өркен, Атамекен интеллектуалды пікірсайыс клубының аға буыны. Бүгін маған осы турнирда ең үздік спикер атану бақыты берді. Осындай бақытты сыйлаған Жұбанов университетіне және Заман біздікіне көп алғысым шексіз. Ең бірінші Заман біздікін Исламбек бауырымыз арқылы танығанбыз. Одан кейін осы тура осы қыз менен бір жыл бұрын сұхбат алған болатын. Содан бері Заман біздікіне жақсы қарым-қатынас орнатып жүрміз Атамекендікімен. Заман біздікіне тілегім алдағы жас буындарға, қазіргі замандықтарға сәттілік, береке берсін. Істеріңізге Ақтөбенің дебатын түсірмей, Ақтөбенің деңгейін түсірмей, ыңғай абыройда ұстап жүріңіздер. Және де замандықтардың контенті маған өте қатты ұнайды. Контентті мықты жасайсыздар. Сол жағынан сіздерге өте үлкен респект. Еңбектеріңіз талмасын, Алла істеріңізге берекет берсін. Және де замандықтар өздеріңіздің осы заманда мықты екендеріңізді дәлелдей беріңіздер. Рахмет. Сізге де рахмет, көп алдағы. Достар, менің жанымда бүгінгі өткен турнирдің бас ұйымдастырушысы және Заман біздік интеллектуалды элиталар одағының координаторы Жанат Бекеш. Жанат Бекеш, жалпы турнир барысын, турнир атмосферасын айтып өтсеңіз.
Қайырлы кеш, құрметті достар. Жалпы 2 күнге созылған ашық аймақтық пікірсайыс турнирінің жеңімпаздарын шын жүректен құттықтаймын. Және де турнир сіздерге ұнады деген сенімдемін. Тікелей турнирдің дайындығына, турнир барысына келетін болсам, ең алдымен осы турнирде бой көтеріп, гидтік және де ұйымдастырушылық жұмысты бірге атқарған өзімнің жас буындарым, сонымен қатарым орта буындарға алғыс білдіремін. Және де турнирде әділетті төрешілікті қамтамасыз еткен заман біздікі интеллектуалды элиталар одағының ата аға буындарына алғыс білдіремін. Турнирге рахмет. Құрметті достар, осымен заман біздікі интеллектуалды элиталар одағының тәуелсіздік ұрпақтары елге қызмет, қоғамға пайда, болашаққа бағдар атты ашық аймақтық пікірсайыс турнирі өз мәресіне жетті. Турнирді сәтті аяқтауларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Турнир өте қатты әсерлі және өте қатты күшті деңгейде өтті. Бұл турнирде төреші болғаныма қатты қуаныштымын. Осындай турнирді жасауға мүмкіншілік берген Ақтөбе қалалық жастар ресурс орталығына алғысымды білдіремін. Және де осындай шектеулерге қарамастан тәуелсіздік мерекесіне осындай орай ұйымдастырған республикалық турнирге қолдау көрсеткен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өнер университетінің басшылығына алғысымды білдіремін.